Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі сабағы 25-ші сабақ. Ең алдымен каналға тіркеліп алыңдар. Бүгінгі тақырыбымыз тасымал. Бірінші жаттығу. Өлеңді тыңда. Бесік жыры. Айналайын шырағым, көлге біткен құрағым, жағамдағы құндызым, аспандағы жұлдызым. Әлдей балам әлдей-ай, айналайын баламай, айналсын сенен анаңай. Ауыз әдебиетінен алынған өлең екен, балалар. Өлең неліктен бесік жыры деп аталады дейді? Өйткені анасы баласына арнап бесік жырын айтып тербетіп ұйықтатып отыр. Сондықтан өлең бесік жыры деп аталады екен. Өлеңде ана баласын нелерге теңеген? Шырағым, құрағым, құндызым, жұлдызым деп, аспандағы жұлдызым деп ең әдемі сөздерге теңеген екен. Құрақ, жұлдыз, бала сөздері жазып келе жатқан жолға сыймаса, қалай жазасың дейді. Балалар, егер сөз жазу жолына сыймаған жағдайда, біз ол сөзді буынға бөліп тасымалдаймыз. Мысалы, құрақ екі буынды болып тұр ғой. Сол буынға бөлінетін жерінен біз бөліп тасымалдап жазамыз. Жұлдыз екі буынды болып тұр. Бұл жерде жол деген кейін бөлініп, дыз деген келесі астына жазылады екен. Бала екі буынға бөлініп тұр. Бұл сөзді де буынға бөліп жазамыз. Балалар, берілген ережені жаттап аламыз. Екінші жаттығу, сөздерді тасымалдау белгісін қойып, көшіріп жаз дейді. Үлгі бойынша балалар сөздерді тасымалдап жазамыз. Құлын, құрақтар, құндыз, жұлдызша, бала деп буынға бөліп жазамыз. Келесі үшінші жаттығу, жұмбақты оқы, шешуін айт. Даладай кімнің пейілі, данадай кімнің мейірі? Жауабы ана екен, балалар.